Қазақстанның сот жүйесі ТМД елдер арасында көш бастап тұр. Президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте шетел инвесторларының Қазақстандық кеңесі қауымдастығының басқарушы хатшысы осылай деді. Куртис Мастерстің айтуынша, соңғы 3-4 жылда Қазақстанның сот жүйесі қарқынды дамып келеді. Сондай-ақ Фемида қызметкерлері жұмысының сапасы артқан. Халықаралық сарапшының пікірінше, біздің елдегі сот жүйесін халықаралық талаптарға сәйкестендіруге мүмкіндік бар. Әсіресе Батыс Еуропа елдерінің деңгейіне жеткізу керек. Бұл ең алдымен елге қаржы құятын шетелдіктерді тартуға және инвестициялық климатты жақсартуға сеп болмақ. Қазақстанның сот жүйесін Батыс Еуропа елдерінің деңгейіне жеткізу керек. Оған 100 нақты қадам ұлт жоспарында көрсетілген бастамалар арқылы жол ашып, халықаралық талаптарға сәйкестендіруге мүмкіндік бар. Сонымен қатар қазақстандық және шетелдік инвесторлар үшін сот жүйесінің ашық әрі әділ жүргізілуі маңызды. Экономикаға қыруар қаржы құятын кәсіпкерлер өздерін сенімді сезінуі керек.